Сәлем құрметті торпақтар, бұл 2025 жылдың қазан айына арналған толық жылды жорамал. Торпақтар үшін қазан айы қарым-қатынас пен эмоциялық тұрақсыздық айы болады. Бұл кезеңде сіздің өміріңізде адамдар мен сезімдер басты рөл атқарады. Бір жағында жақындасу, татуласу, сүйіспеншілік пен түсіністік, ал екінші жағынан түсініспеушілік, сол шиеленістер әртүрлі, тіпті ашық қарсыласу да болуы мүмкін. Бұл айдың басты сабағы басқалардың қатынасына араласпаңыз, өз өміріңізге, өз шекараңызға назар аударыңыз, сонда ғана тепе-теңдік сақталады. Жұмыс пен қаржы жағынан қазан айы бойына сіздің 6-шы үйіңіз өте белсенді, яғни 6-шы үй бізде жұмыс, денсаулық, күнделікті өмірге жауапты. Күнделікті ісіңіз тұрақталып, жұмыс процесі әдеттегі ырғағына түседі. Қаржылық жағдай жақсарып, немесе тұрақтанады. Сонымен қатар айдың соңында табысты келісім немесе сыйақы немесе жаңа келісім шарт болуы мүмкін. Сондай-ақ бұл кезеңде сырт келбетіңізге, үйдің көркемдігіне, өмір сапасына мән беретін боласыз. Жаңа киім алу, тұрмыстық заттар алу ықтимал. Бұл айдың әрбір күніне маңызды күндерге тоқталатын болсақ. 3 қазанда Венера планетасымен оңтүстік ай түйіні қосылады. Бұл сіздің басқарушы планетаңыз Венера, яғни бұл бізде торпақтардың планетасы, және сол Венера оңтүстік ай түйінімен сіздің 5-ші астросекторда түйіседі. 5-ші үй бізде махаббат, балалардың үйі, шығармашылықтың үйі. Сондықтан бұл кезең сізге кармалық сәт деп айтуға болады. Өткенмен қоштасып, жаңа кезеңге өту уақыты. Бұрынғы махаббат немесе ескі ренішпен түбегейлі қоштасатын кезең. Сонымен қатар балалармен, не шығармашылық жобамен байланысты бір маңызды оқиға болады. Немесе өткендегі сезімдер мен хоббиге деген көзқарасыңыз өзгереді. Мүмкін басқа хобби ауыстырасыз, немесе біреуге деген сезіміңіз өзгеретін болады. Сонымен қатар, мысал келтіретін болсақ, бір торпақ бұрынғы сүйіктісіне хат жазып, соңғы нүкте қояды, соңғы жаңағы SMS жазады деп айтуға болады. Немесе көптен күткен жобасын аяқтап, шабыттың жаңа толқынын алады деп те айтуға болады. Ең бастысы бұл күндері айдың басында өткен нәрсенің бәріне рахмет айтып, болашаққа есік ашуға дайын болу керек. 6 қазанда Меркурий Саршаян белгісіне өтеді. Меркурий сіздің 7-ші астросекторда, яғни серіктестік, некелік және келісімдер секторында болады. Бұл кезеңде сіздің әр сөзіңіз ерекше әсерлі болады. Бірақ байқау керек, айналаңызда манипуляциялар да көбейе бастайды. Сөздер терең, бірақ кейде ауыр тиюі мүмкін. Сонымен қатар адамдар бір-бірін бақылап, сынай бастайды. Бұл уақытта келіссөздер, келісімшарттар, заңды істер үшін тиімді, бірақ эмоцияға берілмеңіз. Себебі қателікке ұрыну өте оңай. Бұл күнге кеңес, сабырмен сөйлесіңіз, ал естігіңіз келмеген сөзге реакция білдірмеңіз, егер де басқа біреулер сізге сондай нәрсе жеткізіп айтып жатырса. 7 қазан күні аспанда ай толады. Ай бұл күні тоқты белгісінде толады, ал торпақтар үшін бұл сіздің 12-ші астросекторда болатын құбылыс. 12-ші үй бізде барлығын аяқтайтын үй, яғни рухани тазару секторы. Бұл күні жасырын нәрсенің бір ашылып қалуы мүмкін, яғни сіз біреудің жасырын құпиясын білуіңіз мүмкін, немесе сіз туралы бір жасырын нәрсе ашылуы мүмкін. Сонымен қатар бұл күні алыс жерден жаңалық келеді, немесе ескі уайымнан, қорқыныштан, немесе ішкі ауыр сезімнен босайсыз. Кейбір торпақтар үшін бұл емделудің, терапияның аяқталуы. Сондай-ақ бұл күн сенім мәселесін көтереді. Кімге мен шынымен сенемін, кім менің мүддемді қорғайды деген сұрақтар болады басыңызда. Бұл өткенге нүкте қойып, жеңіл тыныс алатын күн.
11-14 қазан аралығында Венера, Сатурн және Нептун планеталарының оппозициясы болады. Бұл кезеңде ішкі жағынан адамдардың шаршау болуы мүмкін, түсініспеушілік пайда болуы мүмкін. Сіз көп нәрсе жасайсыз, бірақ бағаланбай жатқандай сезім туады. Әлеуметтік байланыстар шаршатуы мүмкін. Сондықтан әлеуметтік жаңағы желіден кішкене әрі қарай болған жақсы, немесе телефонда көп отырмаған жақсы бұл кезеңде. Кеңес және өзіңізді ақтауға тырыспаңыз. Сіздің еңбегіңіз бәрібір соңында көрінеді. Оған тек уақыт керек. Бұл күндері салтанатты шара немесе кездесу болуы мүмкін. Бірақ өзіңізді жайсыз сезінесіз. Бұның бәрі бірақ өтпелі әсер. 13 қазан күні Венера таразы белгісіне өтеді. Бұл сіз үшін жеңілдік пен үйлесімнің кезеңі. Венера сіздің 6-шы үйіңізде болады. Бұл жұмыс пен күнделікті істердің үйі. Сондықтан бұл кезеңде жұмыс жеңілдейді, табысыңыз артуы мүмкін, клиенттермен қатынас жылынып, түсіністік күшейеді. Сондай-ақ бұл кезеңде сұлулық пен денсаулықты жақсартуға жақсы уақыт. Спортқа бару, массаж алу, күтім жасау, киім жаңарту бәрі өте сәтті өтеді. Себебі Венера бізде әдеміліктің де планетасы. Өзімізді жақсы көруге, өзімізге қандай да бір күтім жасауға жақсы уақыт. Бірақ бұл күні басқа адамдар арасындағы дауларға араласпаңыз. Үшінші тараптың мәселесіне аралассаңыз, өзіңіз зардап шегесіз. 16 қазанда Марс пен солтүстік ай түйіні болады. Бұл қарым-қатынас пен шешім кезеңі. Марс планетасы сіздің 7-ші үйіңізде серіктестіктерге әсер етеді. Маңызды әңгімелер болады, келісім немесе татуласу болуы мүмкін, немесе керісінше сізге біреу қысым жасайды және шешім қабылдауға басқа біреу сізді итермелеуі мүмкін. Бұл кармалық та күн деп айтуға болады. Сондықтан қорықпаңыз, нәтижесінде бәрі соңында сіздің пайдаңызға шешіледі. 20-27 қазан аралығы бұл кішкене қиын кезең. Меркурий, Марс және қара ай бір-бірімен қиын аспектіде болады. Бұл аптаны естеріңізге сақтаңыз. Осы жаңағы айтылған 3 планетаның қосылысы серіктестік жағынан кішкене сынақтар әкелуі мүмкін. Яғни серіктестіктердің сөзі немесе ісі көңіліңізге тиіп, реніш тудыруы мүмкін. Және қаржылық құжаттарда қателіктер кетуі мүмкін. 26-27 қазанда эмоциялар шарықтайды. Бұл күнге кеңес, бұл күнге емес, яғни 20-27 қазан аралығында ақша, құжат, келісімшарттарға қол қоймаған дұрыс. Кішкене оның аржағына қалдырып, себебі айдың айында өте жақсы уақыт басталады 30-на таман. Және ашушаң болып, ашумен сөйлеспеген дұрыс. Бұл энергия 3-ші күннен кейін басталады. Яғни 3 күннен кейін басталады, 27-сінен кейін. 21 қазанда жаңа ай туралы айтып кетейік. Жаңа ай таразы белгісінде туады. Ал торпақтар үшін бұл сіздің 6-шы астросекторда болатын құбылыс. Бұл жаңа жұмыс бағыттарының туу кезеңі. 6-шы үй бізде денсаулық, жұмысқа байланысты. Сондықтан жаңа жоба бастайсыз, немесе күн тәртібін өзгерткіңіз келеді. Физикалық белсенділік арттыру, жаңа клиент немесе жаңа жұмыс орнын табу жақсы іске асады. Сондай-ақ үй ішінде тұрмыстық ұйымдастырулар, жөндеу жұмыстары, үйдің ішін жақсылап тазарту, жаппай немесе жаңа техника алу өте сәтті өтеді. 24 қазан күні күн мен Плутон планетасының шиеленісі болады. Бұл күні кәсіби және жеке салада қиындықтар болуы мүмкін. Бастық немесе жоғары тұлғамен пікірталастар, құжат, бақылау, ережеге байланысты бір кикілжіңдер, сабыр сақтау керек. Бұл күн тек сынақ, бірақ нәтиже тез өтеді.
Енді айдың соңына келетін болсақ, 28 қазаннан бастап 31 қазанға қарай сәтті осы айдың аяқталатын кезеңі. Аспанда өте жақсы планеталардың үйлесімді аспектісі болады. Көптеген планеталар Марс, Меркурий, Юпитер, Сатурн және Нептун 5 планета өте үйлесімді аспектіде болады. Және қазанның соңғы күндерін сәтті қылады. Бұл кезеңде маңызды кездесулер, табысты келісімге қол қою, ақша мен беделдің өсуі, іскерлік серіктестіктің нығаюы және достар мен туыстардан қуанышты хабарлар келеді. Яғни айдың соңы тұрақтылық, сенім, тыныштық деген нотамен аяқталады. Қымбатты торпақтар, 2025 жылдың қазаны сізге эмоциялық тербеліс пен қарым-қатынас сабақтарына келеді деп айтуға болады. Көптеген себебі оқиғалар жаңағы планеталардың жүрісі тұрысы сіздің жаңағы 7-ші астероиды қозғап тұр, яғни көбіне сізде қарым-қатынастың тақырыбы қозғалады деп айтуға болады. Айдың басында өткенмен қоштасу, айдың ортасы сынақтар мен кішкене түсіністіктің уақыты және айдың соңында табыс пен тыныштықтың уақыты. Сізге мен сәттілік тілеймін. Ешнәрседен қорықпаңыз, қарым-қатынаста сізде бәрі жақсы болсын. Арнаға жазылыңыз, тағы да кездескенше.